Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәл осындай тәбетті ашатын, өте дәмді болып шығатын сосиска в тесте жасайтын боламыз. Мен ол үшін осындай өзім қолдан жасаған сосискаларды пайдаландым. Жарты сағат жай отта қайнатып алдым. Қамырына кірісетін боламыз. Жылы сүтімізді құямыз. 1 ас қасық құмшекер, 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. 1 шай қасық ашытқымызды қосып жақсылап араластырамыз. Алдын ала ерітілген майымызды құямыз. Ұнымызды илектен өткізіп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей біздің сосискаларымыз қайнап болды. Енді олардың қабығын ашып дайындаймын. Қамырымызды ашып болды. Мен видеода көрсеткендей етіп, қамырымызды осылай домалақтап дайындаймыз. Сосискамызды айналдыра орап шығамыз. Менің сосискаларым көлемі әртүрлі болғандықтан әртүрлі болып шықты. Бірақ сіздер біркелкі сосиска пайдалансаңыздар, біркелкі әдемі болып шығады. Енді бетіне жұмыртқа жағып, алдын ала қызып тұрған пешімізде жарты сағат пісіріп аламыз. Біздің сосиска в тестеміз дайын. Дәмі өте күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Дастарханға қоя берсеңіздер болады. Ас болсын. Менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны баса кетіңіз. Достар, алдағы уақытта әртүрлі жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар.